Өмірден алынған әңгіме. Жеңгемнің көрген түсі айналмай айна қатесіз орындалады. Жеңгем көрген түсі дәл келетінін айтады. Бүгінде болатын жағдайды алдын ала болжап сезеді екен. Әсіресе өзіне ет жақын бауырларының басындағы жайды анық көреді. Мәселен, бірде түсінде сіңлісінің мұңайған түрін көреді. Таңертең ерте анасына қоңырау шалса, тағы бірде әжесінің қайтыс болғанын аяқ бұрын ауырып қалыпты. Еш жаман күтпеген едік. Ұйқыға бас қойғаным сол. Түсімде інім кіріп келеді екен. Әжем кетіп қалды, әжем кетіп қалды дегенді қайталай береді. Өзі қасыма келіп мені жұлқылап жатыр. Соның әсерінен оянып кеттім. Бірақ сонда да ойыма жамандық кірмеді. Алаңсыз шаруамен айналыса бердім. Сол күні түстен кейін әжемнің қайтыс болғаны туралы суыт хабар келді. Жеңгемнің әкесі жүрек ауруына қайтыс болған. Сол оқиғада да оның сезімталдығы көрінді. Әкем кеніште жұмыс істейтін. Таңертең әдеттегідей жұмысқа кетті. Түстен кейін жүрегі қысылған соң жедел жәрдем шақырып шұғыл түрде ауруханаға жатқызыпты. Артынан шешем екеуміз жеттік. Дәрігерлер қиын кезеңнен өтті. Енді бәрі жақсы болады. Ертең қажетті заттарын, тамағын әкеле беріңіздер дегенді айтты. Осылай деген соң көңіліміз жайланып кеш қарая үйге жеттік. Көңілім әлденеге алаңдаса да дәрігердің сөзін медет тұтып жастыққа бас қойдым. Түсімде әкем маған қарай жүгіріп келе жатыр екен деймін. Бірнеше рет ұмтылып жете алмай жатыр. Бір кезде өпірімдеп жете беріп үстіндегі майкасының кеуде тұсын айырып жыртып жіберді. Сөйтіп маған бір қадам қалғанда сұлқ түсіп құлай берді. Жұлқылап тұрғызғым келгенімен еш амал қыла алмаппын. Ұйқымнан шошып ояндым. Қара терге түсіп жатыр екенмін. Таң бозарып енді атып келе жатыр. Содан көңіліме кірді, алсам да анамды шошытпайын деп қоңырау шала қоймадым. Не де болса таңның атуын күтейін дедім. Таңертең анам ауруханаға күйеуінің оны-мұны заттары мен тамағын алып жетеді. Алдынан шыққан дәрігер түк болмағандай, ол кетіп қалды депті. Жөпелдемде аузына сөз түспей, маған айтқан жоқ еді, түнде қайда кетті екен депті сасқанынан. Дәрігер төбеден түскендей етіп, ол таң алдында қайтыс болды дей салыпты. Шешем не дерін білмей сол жерге отыра кетеді. Біз де естігенде біреу үстімізден су құйып жібергендей болды. Судан сәл есімізді жиған соң әкемнің киімін әкетуге барған едім. Санитарлар салып берген орауды үйге келген соң ашсақ, әкемнің үстінде киген ақ майкасы расымен кеуде тұсынан айырылып кетіпті. Жүрегі қатты қысылғанда жандармен жыртып жіберсе керек. Жеңгем түсін жамандыққа жормаған екен, бірақ күн айналмай айна қатерсіз дәл келуі таңқаларлық.